Абылайхан Жүсіпов жеңіске жетіп отыр. Осымен Абылайхан өзін бірінші нөмірлі спортшы ретінде қазір бекітіп отыр ұлттық құрама сапында. Да, Жусупов становится вновь чемпионом страны, как и в 2016 году, выиграв в финале. Мен Абылайхан Жүсіпов 1997 жылы Абай қаласында дүниеге келдім. 7 жасымнан бокс үйірмесіне келдім. 7 жасымнан бокспен айналысам. Осы қалада дүниеге келіп, осы қалада өсіп, ер жеттім. Әкем мектепте мұғалім болып жұмыс істейді. Анам үйде үй шаруашылығымен айналысам. Ona fazla. Сол баяғыда мамасы спорт школы жұмыс істеп жүрген кезде сол кезде берген боламыз. Енді босқа жүрмесін деп, осы уақытында спортпен шығымдасын деп, сөйтіп сол спорт мектебіне, жас студенттер арасындағы спорт мектебіне берген боламыз. Бес баламыз бар. Бесеуі бергенде енді үлкен қызымыз енді гуманитарий жағынан, енді гуманитарий қазақ тілі әдебиетінен 2 жылында нетті, спортқа барды, айналысты. Бірақ енді 5 жасақ бірдей емес қой. Сол баламыз енді Абылайханда көтеріле бастады. Қалған балалар жай айналысты спорт. Енді жетістіктер енді өзінің маңдай терімен тауып жатқан еңбегі ғой енді өзі. Жасөспірімнен бастап, 2012-ден бастап мына Якутия дети Азии деп айтамыз ғой. Сол жерге барып бірінші алтысқа барып, бірінші жетістігі сол. Сонда көрдік өз баламыздың енді жетістікке жететінін білдім мен. Бір жағынан, екінші жағынан оқу жағынан жақсы болды баламыз. Сосын ойландық, или оқу жағынан, білім жағынан береміз бе, или спорт жағынан бе деп. Екі ойда болдық біз мамасы екенбіз. Соны спортпен әрі қарай жарыстарға бара бастады, жасөспірімдер арасында орындар әкеле бастады. Сосын біз неткен жоқпыз, енді әрі қарай өзі шешсін деп. Кете берді баламыз. Гол. Я, Аманбаев Нуржан Куанышевич, я считаю Абылайхан Жүсіпова тренером личным. Абылай с малых лет, когда пришел с 1 класса, он занимается боксом уже. Вот пришел в этот зал. Он сразу, как все ребята, он пришел такой незаметный, маленький был, незаметный был. Абылай сразу отличался с первым делом дисциплинированным, был очень дисциплинированным мальчиком. Воспитанный, все. Никогда не баловался, все. Вот это была его самая первая такая, что мы заметили, он был дисциплинированный. Вот. И с малых лет он тренировался, сперва не замечали, а потом у него начали появляться там, качества бойцовские, хорошие качества, там, выносливость, терпение, трудолюбие. Этим мы его заметили сразу. И вот он начал тренироваться, и он с малых лет уже начал покорять такие, как первенство Казахстана по младшим юношам он выиграл. Басында әрине тек қана өзім үшін айналысып жүрдім ғой. Көшеде өз-өзіме тұра алу үшін. Содан кейін жаңағындай қатты қызығып, жарыстарда жеңе бастағаннан кейін жаңағындай профессионалды түрге айналыса бастадық. Қазіргі сәтте достарым, әке-шешем қарсы емес, бокспен айналысып жүргенім себебі олар әрине түсінеді, бұл менің кәсібім сияқты екен. Сондықтан олар тек қана қолдайды. Самый первый большой результат его это был Всемирный дети Азии в Якутии.
он стал где чемпионом. Тоже все вот юношеские соревнования, которые есть, юношеские, он все выиграл. Чемпионат Азии проходил в Чимкенте, он стал чемпионом. Потом в Киеве проходил чемпионат мира по юношам, тоже стал чемпионом там. Но когда перешли молодежи, тоже там за один год у нас сразу за один год прошла чемпионат Азии молодежный, чемпионат мира и Олимпийские игры молодежные. Вот эти все соревнования он за один год, такая считается большая нагрузка это. И он за этот год все это выиграл. Бұл мектепте бірінші сыныптан 11-ші пайда оқып шықтым. Осы мектептің түлегімін. Иә, бұл жаңадан салынған мектептердің бірі болды. Біз 5-ші сынып оқып жүрген кезде осы мектепке ауыстық. Абай Құнанбаев атындағы нөмір 5-ші гимназия мектебі осы болып келеді. Осы мектепте білім алдық, осы мектептің алаңында өстік. Көптеген балалармен жолдас болып, өмірлік жолдас болып, серіктес болып әлі де жүрміз. Тарихқа жақын болдым. Тарих пәнінен жетістіктер бар. Әртүрлі олимпиаданың чемпионында болдым. Облыстық, республикалық турнирларда жаңағындай жүлделі орындарға ие болдым. Ұстаздарымыз жақсы болды. Оқу-жаттығу жиындарында болған кезде жаңағы тапсырманы беріп, жаңағындай оқу-жаттығу жиындарында орындап жүрдім. Соның арқасында жақсы бітіріп, алтын белгі егерлерінің қатарына енгізді. Бірақ ұлттық бірыңғай тестілеуден толық балл жинамағандықтан ала алмадым. Абылайхан жас күннен бастап өзі мектепте жақсы оқыды. Мектепте жақсы оқыды, содан кейін бағалар үшін тырысты. Сол 5 алғанға, сол 3 деген баға болса ренжіп, солай ниет келетін. Сонда мұғалімдер айтатын маған, мен сіздің балаңызға 4 қоюға қорқам даже деп. Сондай болатын өзі. Сол 5 деген бағаға қарай ұмтылып, өзінікіне жетіп, үйге келіп, сол сабағын оқып, сол ертеңінде барып, сол 4-ті 5-ке барып, қайтадан соны ауыстырып алып келетін 5-ке. Сол үздік оқуға тырысты, бұл жақсы оқыды өзі. 9-шы класты қызыл дипломмен бітірді балам. Спорт жағынан да екеуін бірге алып жүрді ғой. Жаңа мектепте сол жаңа олимпиадада қатысып жүрді, ол жерде орын әкелді, қызыл диплом. 1-ші дәреже. Алматыға барып. Алматы. Екеуі қатарында жүрді, оқуда и спорт. Әрине біз уайымдадық, өйткені сол уақытта ұлымыз 10-шы, 11-ші сыныптарда алыс жарыстарға кетіп жүрді. Олай айтқанда нақты дайындалған жоқ, уақыт болған жоқ. Сөйтсем ұлымыз ана жаққа кеткен кезде түнгі уақытта жаңа билеттерге, сұрақтарға дайындалып өзі нетіпті өзі. Ну, енді тапсырып, жаман тапсырған жоқ, тапсырып шықты. Как мы стараемся всегда, вот у нас как Абайская школа бокса, это главное работать передней рукой. Больше работать передней рукой, больше работать как не силовая там такая, а в основном на технику. Работа передней руки. У нас вот как вот нас учил наш тренер, основатель Абайской школы, Андрей Богданович. Всегда работать, начинать всего передней рукой. Поменьше драки, в основном техника. Наш как тренер учил нас, стараемся вот это вот всем своим воспитанникам давать. Ну, сейчас вот дальнейший план — это Олимпийские игры, потому что мы сейчас уже вот в Омане, Иордании взяли путевку, завоевали уже на Олимпийские игры. Вот, к сожалению, что это коронавирус, все перенесло на 2021 год. Вот основные старты — это у нас Олимпийские игры.
прям через руку. Вот как мы приехали в Иордании. Приехали неделю, Аблай отдохнул, и потом сразу тренироваться начали. Почти каждый день тренировки были. Ладно, на мешках. Мені 7 жасында жаңағы айтқандай әке-шешем алып келді осы бокс үйірмесіне. Бұл кезде Абай қаласында көптеген спортшылар болды, боксшылар атақты. Соларға қарап, еліктеп, мен де келдім деп ойлаймын боксқа. Негізі ең бірінші осы әке-шешемнің арқасында келдім. Қиыншылықтар айтарлықтай көп болған жоқ. Әрине, анда-санда жарақаттар да болады, кейде төрешілердің әділетсіздігі болады, сондай қиыншылықтар болмаса, былай қатты қиыншылық болған жоқ. Аллаға шүкір, осы күнге дейін аман-есен жеткенімізге. Мынау Қарағанды экономикалық университеті. Осы университетке мектеп бітіргеннен кейін түскен болатынмын. Ректоры Ерқара Балқаралы Аймағамбетов осы университетке шақырған болатын. Осы университетке түсіп, 4 жыл оқып, осы университеттің түлегі атандым. Қазіргі сәтте осы университетті оқып бітірдім. Осы жылы тағы да менеджмент мамандығы бойынша магистрант болдым. Осы былтыр үйленген болатын, шаңырақ көтеріп, қазіргі сәтте әйелім бар. Осы жерде, осы университетте, студенттік кезде басында дос болып жүріп, содан кейін жақын келе танысып, осы жерде, осы университет қабырғаларында таныстық. Ең бірінші жарысымда ұтылып қалдым мен, ол есімде. Ол кездері мен өте кішкентай болдым, жас болдым. Біздің арамызда жарыста болған жоқ, соның себепті бапкерім бізден үлкен 94-ші, 95-ші жылғы балалар арасында өткен жарысқа апарды. Сол жарыста ұтылдым, жылап та алдым, бірақ тастамай, одан сайын жаттығу жасадым. Ал өзімнің жастарым келген кезде жеңге бастадым. Ең бірінші жеңісім есімде. Өте қатты қуандым. Және де сол кезден бастап алдыма мақсаттар қоя бастадым. Бокс бойынша қандай жарыстар бар, соларды ұтуға армандадым, мақсат қойдым. Сол мақсаттарды қазір орындаудамын. Оқу-жаттығу жиындарында жүрген кезде Астанадан хабарласты. Айтты, сіз жүз жаңа есімнің жеңімпаздары қатарында екеніңізді өте қатты қуандым. Себебі әр жетістікке біріншіден менің әке-шешем қуанады, сол себепті біріншіден сол кісілермен көрістім. Өзім үшін бұл жаңағы жүз жаңа есімге кіргенім мен үшін өзімнің өмірімдегі бір жетістіктердің бірі деп санаймын. Мемлекет жағынан әрине қолдау өте жақсы. Қазіргі сәтте бізде Қазақстанда бокс федерациясы бар, онымен қоса ұлттық олимпиада комитеті бар, барлықтары қолдап, жаңағындай көмек көрсетуде. Мы с ним друзья, очень давно дружимся. Вместе начинали заниматься, до сих пор дружим. Познакомились мы с ним в городе Шахтинске на соревнованиях, на турнире. Потом боксировали в одном весе, соперниками были. И как-то вот так вот потом у нас дружба закрутилась, по сей день дружим. Спортсмен, кажется, здесь лишних нечего сказать, все знают, какой он спортсмен. Друг тоже он. Даже, мне кажется, он превзошел, чем он спортсмен. Такой друг очень надежный, очень порядочный. Всегда на него можно положиться.
Мы же также потихонечку, бывает иногда в футбол играем, собираемся, бывает где-то кафе, кофе попьем. Как-то так время проводим. Әрине, ол жерде түрім жас болғанмен, жаңағындай атақты спортшылардың қасында тұрған мен үшін абырой деп санаймын. Өзімнің нақты кумирім жоқ, бірақ спорт саласын алатын болсам, өзімнің жерлесім Серік Сапиевті бірінші дейін, екіншіден Геннадий Головкин ағамызды да үлгі тұтамын. Ол кісі де қуанышқа орай жерлесім болып келеді. Осы кісілерге қарап, кейбір адамдық қасиеттерін, спорттағы өздерінің жүріс-тұрыстарын және еңбекқорлықтарына қарап тамсанамын. Вызываешь. Шыны керек, тренер болғым келмейді, себебі бапкерлердің жұмысын қараймын. Өте қиын жұмыс және де ақталмайтын жұмыстардың бірі. Мысалы, спортшыларға бүкіл атақ даңқ келсе, тренер ештеңе алмайды. Білмеймін енді, еліме, жеріме қызмет істесем ба деген ойда, міндетті түрде бір жерде жұмыс істеу емес, қолымнан келгенше көмектесем ба деген ой. Себебі біріншіден әке-шешемнің шаңырағында алған тәрбие, екіншіден осы оқу орнында кездескен көп адамдардың сөйлеген сөздерін естіп, жасаған қимылдарын көріп, әрекеттерін көріп, сондай шешімге, сондай тоқтамға келдім. Алла қаласа, спорттан кейін еліме қызмет етсем бе деген ой. Мен өзім түсінгенім, еңбекқорлық көп нәрсеге жеткізеді екен бұл өмірде. Мен өзім қарапайым Абай қаласының тұрғынымын, сол жерде туып өстім. Аллаға шүкір, бокс саласына әке-шешемнің арқасында келіп, осындай жетістіктерге жетіп жатырмыз. Ең бірінші Алла, одан кейін әке-шешемнің қолдауы. Сондықтан жас спортшыларға айтарым, еңбек етіңдер, арман қойыңдар. Әке-шешелеріңді тыңдаңдар. Бұл өмірде армандар расымен орындалады екен.